Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бірлік шеңбердің көмегімен тригонометриялық функциялардың мәндерін қалай анықтаймыз? Осыған тоқталатын боламыз. Ол үшін біз радиусы 1-ге тең шеңбер салып аламыз. Яғни мына шеңбердің радиусын 1 деп есептейміз. Үлкен қып салып алғанымыз өзіңізге ыңғайлы. Мысалға дәптерге салатын болсақ, мына радиусты 8 тормен немесе 4 кем дегенде 4 тормен алған ыңғайлы болады. Негізі 8 тормен ыңғайлы болады. Одан кейін осы шеңбердің центрі 0 болатын болса, мына жер 1-ге тең болады деген сөз. Енді осының қақ ортасынан бір нүктеден белгілеп шығамыз, 4 жақтан да. Сонда бізде, егер мына стрелкаға қараймыз, мына жерде бағытымыз біздің оңға қарап тұр, демек мына жерде 1 деген сөз. Мына жерде 0, демек мынау -1 деген сөз. Енді 0 менен 1-дің қақ ортасына нүкте белгілегеннен кейін ол 2-ден 1 болады деген сөз. Мына стрелка жоғары қарап тұрған бағытқа тағы да мына жерде жоғарысында 1 болады, астында -1 болады. Мына жер 0 болғандықтан, мына жерде бізде 2-ден 1, 0 менен 1-дің ортасында 2-ден 1 болады. Ал теріс қарай жүретін болсақ, -1 менен 0-дің ортасында -2-ден 1. Сонымен мына 2-ден 1-лерді белгілеп алдық. Одан әрі қарай біз осы нүктелердің бойынан X және Y осьтеріне параллель түзулер жүргізіп аламыз. Енді осы параллель түзулеріміз шеңберді қиды. Қарап отырсаңыздар, мына жерден қиды, мына жерден қиды. Осы қиылған нүктелердің барлықтарын бір-бірімен қосатын боламыз. Сонда бізде мынандай нүктелер пайда болады. Енді осы нүктелер қандай бұрышқа сәйкес келетінін анықтауымыз қажет. Мына жерде мысалға бірінші нүктеміз біздің мына 0-ден π бөлінген 2-ге шейін, яғни 90-ға дейінгі аралық 90 градус. Осыны 3-ке бөліп тұр мына 2 нүкте. Енді сонда бізде мынау π бөлінген 6 деп отырғанымыз, яғни 30 градусымыз. Одан кейін оған 30 қосатын болсаңдар 60 градус. Енді біз градусты радианға айналдыратын болсақ, мына π бөлінген 6, π бөлінген 3 осылай кете береді. Яғни мына жерден бүкілін нүктелердің барлықтарын мәндерін радианмен жазып шықсақ болады. Немесе градуспен жазсақ та болады, өзімізге қалай ыңғайлы. Одан кейін енді бізде тағы бір бұрыш қалды, ол 45 градусқа сәйкес келеді. Оны табу қиын емес. Мына центрден мына нүктелердің қиылысқан, түзулердің қиылысқан нүктелеріне шейін қосатын болсақ, бізде мына ортадағы нүкте пайда болады, яғни 90 мен 0-ның ортасын белгілесек те болады 45 градуспен. Енді мына жерде бізде шыққан нүктелер, мына π бөлінген 4 45 градусымыз, және мына жақтан барлық жағынан да 4 жақтан да нүктелерді белгілеп шығамыз. Сонымен біз барлық қажетті нүктелерді белгілеп алдық. Енді мына жердегі мәндерге қарайтын болсақ, мына жер 2-ден 1 екен бағана анықтап алғанбыз. Енді одан кейінгі қалған нүктелер, мына жердегі мәндер түбірасты 2 бөлінген 2 болады. Біріншісі 2-ден 1 болады. Одан кейін санауды білеміз, яғни мына жерде жоғарғы бөлшектің алымындағы сандарды қарасақ, 1, мына жерде 2, мына жерде 3. Жаттауға оңай болу үшін осылай жаттап алсақ болады. 1, 2, 3. Келесі 4 болуы қажет. Енді мына жерде түбірлері бар болғандықтан, мына жерде 1-дің түбірі бар, оның 1-дің түбірі 1-ге тең, сондықтан 2-ден 1 болып қалады. Ал мынадан біз иррационал сан болғандықтан бүтін сан шықпайды, сондықтан түбірасты 2 бөлу 2 күйінде қалады. Мынау да сондай, түбірасты 3 бөлінген 2, барлық жағында да сондай. Енді сол жаққа қарай келетін болсақ, бізде сол жақта және төменгі жақта таңбалары теріс сандар тұрады. Яғни бұл біздің қазір табатын мәндеріміз болып табылады. Енді бұлардың барлығы бізге не үшін керек? Мына жерде бізде Y осі бұл синус сызығы болып есептелінеді, ал косинус деп отырғанымыз мынау X осі екен. Енді X осін, яғни кез келген бұрышты аламыз да, мысалға 30 градус, мына π бөлінген 6-да. Біз синусты қажет ететін болсақ, 30 градустың синусы қажет болатын болса, біз неге қараймыз? Y осіне қарайтын боламыз. 30 градустың синусы 2-ден 1-ге тең екен. 30 градустың косинусы түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең екен. Мынау сызық косинустың сызығы. Мына шеңбердің бойындағы кез келген нүктені алып, мысалға мына жерді аламыз, 5π бөлінген 3-ті аламыз да, осы бұрыштың синусын тап десе, біз Y осіне қараймыз, мына жаққа қараймыз. Ал косинусын тап десе, онда X осіне қараймыз. Яғни X осі қайда орналасқан? Егер жоғарыда орналасса, онда
жоғарыға қарайсыңдар, сол жақта орналасса солға қарайсыңдар, оң жақта орналасса оң жаққа қарайсыңдар. Яғни мысалға мына жердегі нүктеде бізде 7π бөлінген 6-дағы синусты тап десе, бізде сол жаққа қарамаймыз, себебі біздің y осіміз оң жақта орналасқан. Сонымен 7π бөлінген 6-да біздің мәніміз синустың мәні минус 2-1-ге тең. 5π бөлінген 6-дағы синустың мәні 2-1-ге тең. Яғни шеңбердің жоғарғы бөлігінде орналасқан бұрыштардың барлығы оң санға тең болады екен жауабы. Ал төменгі жағында орналасқандардың барлығының мәні теріс санға тең болады екен. Бұл синустың мәндері. Ал косинустың мәндері қаяқта оң? Мына жерде бізде егер шеңбердің оң жақ бөлігінде орналасқан болса, олардың мәндері x осіне қараған кезде бізде оң сандарды көреміз мына жерде. Демек, оң мән болады екен. Мысалға 7π бөлінген 4 бұрыш градус радианда біздің косинусымыздың мәні түбірасты 2 бөлінген 2. Міне 4π бөлінген 3-тегі косинустың мәні минус 2-1-ге тең. 2π бөлінген 3-тегі косинустың мәні бұл да минус 2-1-ге тең екен. Яғни біз осылай анықтап алады екенбіз. Кез келген бұрыштың тригонометриялық функцияларын анықтауға болады. Яғни синусы мен косинусын қазір анықтап болдық.